Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге осындай бір әдемі табиғат аясында тарихтан біраз оқиғалар айтқанды жөн көріп отырмын. Әлемдегі мықты билеуші, даңқты қолбасшы Ақсақ Темір жайында сіздерге айтып өтейін. Ақсақ Темір, сіздер білесіздер, орталық Азиядан шыққан, яғни Моңғолдың түркіленген барлас тайпасынан шыққан. Және де Ақсақ Темір түркіден шыға тұра неге түркі мемлекеттерін басып алды деген сұрақ туындайды. Енді осы сұрақтарға жауап беріп көрейік. Мен бала кезден жалпылама Ақсақ Темірді тек қана қатыгез билеуші ретінде, әсіресе түркі мемлекеттерін күйреткен қатыгез жауыз билеуші ретінде көріп келдім. Бірақ мен білмейтін бір тұстары бар екен. Соны сіздерге айтып өтейін. Ақсақ Темір, сіздер білесіздер, Маңғыстаудың билеушісі Түйқожа, яғни Түйқожаның баласы Тоқтамысқа әскер беріп, Алтын Орданың билігін алып берген болатын. Және де Алтын Орданың тағына Тоқтамысты отырғызады. Ақсақ Темір ешқашан Алтын Орданы тұтастай басып алуды ойламаған. Керісінше, Алтын Орданың тағына өзіне сенімді адамды отырғызып, тұтас алып, түркі мемлекетін басқарғысы келді. Және де Тоқтамысты Алтын Орданың тағына отырғызғаннан кейін Тоқтамыс өзінің билігін күшейту мақсатында 1382 жылы Мәскеу қаласын өртейді. Көп ұзамай Тоқтамыс ендігі кезекте Ақсақ Темір империясының өзіне шабуыл жасай бастайды. Және де осының нәтижесінде Ақсақ Темір мен Тоқтамыстың арасында текетірестер басталады. 1391 жылы Құндызша, 1395 жылы Терек өзенінің бойында Ақсақ Темір мен Тоқтамыс арасында үлкен шайқастар өтеді. Терек өзенінің бойындағы шайқастан кейін тіпті Тоқтамыстың жеңіліс тапқаны соншалық Алтын Орданы қорғайтын бірде-бір әскер қалмай қалды дейді. Ал Ақсақ Темір мен жалпылама сол кезеңдегі мықты билеуші, яғни Еуропаның жартысын басып алған даңқты билеуші Йылдырым Баязит, яғни Осман империясының сұлтаны. Екеуінің арасында қарым-қатынас қандай болды? Екеуі өзара хат алмасып тұрды, және де Йылдырым Баязиттің тарапынан Ақсақ Темірді менсінбеген тұстары көп болды. Және де осындай бір мазаққа шыдамаған Ақсақ Темір ендігі кезекте Йылдырым Баязитті жазалауды ойластырады. Соның нәтижесінде 1402 жылы, сіздер білесіздер, Анкара маңы түбінде Ақсақ Темір мен Йылдырым Баязиттің арасында үлкен шайқас өтеді. Және де сол шайқаста Йылдырым Баязит жеңіліс табады. Енді өздеріңіз ойлап қараңыздаршы, біз бұдан қандай қорытынды шығаруымызға болады? Сол кезеңдегі үш даңқты билеуші, даңқты қолбасшы, түркі тегінен шыққан. Осы үш билеуші бір тудың астына бірігетін болса, кім біледі, мүмкін сіз бен біз көріп отырған қазіргі заман мүлдем басқаша болар ма еді? Тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет.